Құрметті қонақтар, қымбатты спортшылар мен жанкүйерлер. Бүгін ұлы дала елінде салтанатты спорттың ұлы мерекесі. Санаулы сәттерден соң Ақбас Алатаудың баурайында универсиада алауы жағылады. Байрақты бәсекенің лаулаған символын адамзат әлемнің әр түкпірінен тамашалайтын болады. Жастар жарысына 57 елден 2200-ден астам спортшы, мыңдаған спорт мамандары мен жанкүйерлер жиналды. Спорт бейбітшілік пен татулықтың, ынтымақтастық пен тілектестіктің символы. Дүбірлі додаға қатысушы баршаңыз қонақжай Қазақстан жеріне қош келдіңіздер дейміз. Жер жаһан көз тіккен бұл универсиада нағыз жастық жігердің аламаны, жарқын жеңістердің бастауы, болашақ олимпиада чемпиондарының мектебі, Алатаудың жауһар тәжіндей шымбұлақ пен рекорд ұстаханасы медеу осы күндерде талай жаңа есімдерді мәшһүр етеді деп сенеміз. Қысқы универсиада тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағында тұңғыш рет біздің елімізде Қазақстанға да ғана өткізіліп отыр. Бұл деген біз үшін үлкен дәреже. Бұл халықаралық студенттік спорт федерациясының құрамына кіретін 171 елдің Қазақстанда деген сенім мен зор құрметі болып саналады. Біз 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын табысты өткізгеніміз естеріңізде болар. Көптеген спорт түрлері бойынша талай әлем чемпионаттары менен біріншіліктерін біз қабылдадық. Универсиада қарсаңында Алматыда бірнеше жаңа стадиондар мен айшықты атлеттер ауылы салынды. Мұның бәрі отандық спорттың инфрақұрылымына салынған орасан инвестиция, жастарымыздың шынықтырып, болашақта чемпион болуына жасалған қамқорлық болып саналады. Меймандарымыз байрақты бәйге кезінде еліміздің қонақжайлығына, көңілі толып, таңғажайып табиғатына көз қанықтырады деп сенемін. Баршаларына тағы да Қазақстанға қош келдіңіздер деймін. Уважаемые гости нашей страны, участники соревнований, Казахстан приветствует всех спортсменов, болельщиков на нашей гостеприимной земле. Ко дню открытия универсиады мы шли более 5 лет. Этот путь сделал нас сильнее, сплотил вокруг общей цели, изменил облик целого мегаполиса Алматы. Мы благодарим за поддержку организации турнира Международную федерацию студенческого спорта и ее президента Олега Васильевича Матыцына. Мы говорим спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого глобального праздника, в том числе 3000 волонтеров, молодым казахстанцам. На этом стадионе сегодня собрались посланники сотен ведущих вузов планеты. Мы уверены, что среди вас есть будущие олимпийцы, триумфаторы мировых соревнований. Есть и те, кто, конечно, свяжет свою карьеру после университета с экономикой, политикой или бизнесом. С первых дней независимости наша страна привержена идеалам единства, сотрудничества, устремленности, безопасное будущее. Через спорт, науку и культуру
мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу толерантности, спокойствия и развития. Именно поэтому ежедневно нарастал темп организаторских работ. Именно поэтому с таким усердием строился этот Ледовый дворец и другие объекты игр. Недавно зарубежные эксперты меня спросили, ведь Алматы находится на юге, зимой, если не будет снега, что будете делать? Я спокойно сказал, привезем из Астаны. Но, слава Богу, снега в Алмате сейчас хватает. Будем надеяться, будут снежные те дни. Алматы уже сейчас ставит безусловные рекорды. Здесь впервые в истории проведения зимних универсиад построена атлетическая деревня. В то же время мы проведем самые экономичные компактные игры. Инвестиции, вложенные в этот проект, пойдет на благо казахстанцев. Арены станут центром притяжения для массового спорта. Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон по доступным социальному жилью для 1700 семей алматинцев. Универсиаду покажут 43 телеканала в 80 странах. Ее аудитория составит более 1 миллиарда зрителей. Мы видим, что универсиада расправила крылья, готова к историческому старту. Дорогие друзья, мы не случайно выдвинули именно Алматы для проведения этих игр. Это город с тысячелетней историей, колыбель независимости, потому что именно здесь, в Алматы, мы объявили независимость нашей страны. Здесь началась новая эпоха Казахстана. Алматы – это динамичный современный город, деловой центр и драйвер экономики страны. Это город молодых, город студентов. Здесь находится треть вузов Казахстана. Здесь обучается 137 тысяч студентов. Легендарный, всеми любимый каток Медеу обретет былую славу. В нем вдохнет атмосферу грандиозной борьбы. Шымбулак алмазом засияет в короне Заилийского Алатау. Универсиада станет символом здоровому образу жизни. Ее эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации. Не случайно выдающиеся ученые Анджело Мосса считал, спорт может заменить сотни лекарств, но ни одна таблетка в мире не способна заменить спорт. И это правда. Құрметті достар, универсиада алауы әрбір спортшы мен жанкүйерлердің, біздің еліміздің барша азаматтарының жүрегіне жағылған достық шырағы болсын. Адал сайыста тек 100-ден жүйрік, 1000 тұлпардардың ғана мерейі үстем болсын. Бақтарыңыз келісіп, бақтарыңыз жансын. Қазақстандық спортшылардан бүкіл Қазақстан жанкүйерлеріңіз әрине табыстар тілейді. Ең жоғарғы сапалы медальдарды қалайды. Әлем көз тіккен айтулы спорт мерекесі баршаларымызға құтты болсын. Рахмет.